мына FaceApp деген бағдарламаға кіреміз. Бізге түрді өзгерту үшін қазір загрузка болып жатыр мына жақта. Фотографияларды таңдап, мысалы мына додик та, осыны аламыз. Бұны алған кезде қазір макияж деген таңдаймыз. Мына про деген қас жазулардың бәрі платный болып келеді. Макияж таңдап үгіліп кетеміз. Егер мына үйлесіп тұрса, осыны қоямыз. Кейін мысалы жасын өзгерту керек болса, мына жақтан біреуін таңдаймыз былай. Яғни түрін бет келбетін ол шілей болып кетеді. Оригиналға қайта қойып, прическадан шашы ұзынды таңдаймыз. Өзі шашы ұзын болып тұр. Осыны таңдаймыз. Бізге мына жақта фон дегендер бар. Фон дегеннен қалаған, мысалы мынау фонды таңдаймыз. Немесе мына розовый фон таңдаймыз. Таңдап болған соң, мына өшіргіш белгісін басып, мына жақта аппақ болып қалса, осыны басамыз. Өшіргіш белгісімен өшіріп аламыз. Біркелкі шығу үшін. Кейін применетті басып, сохранить етеміз. Фото сохранить етілген соң, мына жақтан қарап, міндетті түрде астын қырқып тастау керексің. Себебі мына FaceApp деген жазу көрініп қалса, сен қандай программа емес деген біліп қояды адамдар. Осылай былай кесіп аласың. Сохранить етіп